Нұржан дайын. Дайын болса енді біз шақырайық. Ендеше Нұржанның жаңа үміткері келіңіз. Сұлу қыз келді, студиямызға жайғасыңыз. Өзіңізбен танысайық, есіміңіз? Саламатсыз ба, қайырлы күн. Менің есімім Сабина болады. Тыныш. Иә? Менің есімім Сабина болады. Алматы қаласынанмын, жасым 19-да. 19-да. Сабина есімді қыз келіп отыр. Неге Нұржан? Неге Нұржанды таңдадыңыз? Қызға деген қарым-қатынасы, өзін-өзін ұстауы және де былайша айтқанда қанша бақылап келдім осы кезге дейін. Қаншама қатысушылар бар, бірақ солардың арасынан маған қатты былай көзге қараған кезде жақсы көрінеді ғой. Енді ары қарай даже танысып көргім келді. Сол себепті келіп көрдім. Жақсы, Нұржан, сұрақтарыңыз? Сабина, қош келдіңіз. Жасым 19-да дедіңіз ғой? Иә. Қазір таңда жұмыс істейсіз ба, әлде оқисыз ба? Оқу бітіргенмін, қазіргі таңда жұмыс жасаймын. Қай жерде, құпия болмаса? Продажада. Неде? Продажа. Саудада, иә? Сауда. Бұрын соңында отбасылы болғансыз ба? Соңғы арақатынасыңыз қай кезде болды? Қай уақытта? Менде осы кезге дейін ешқандай арақатынас болған жоқ. Отбасымда 2 бала, мен үлкені. Сіз үлкенсіз. Сізден кейін қыз ол? Сіңілім бар. Сіңіліңіз бар. Енді мен аса қатты талап қоя бермеймін қыздарға. Енді сіздің талабыңызды біліп кетейікші. Жігіттің бойынан осындай нәрселерді көргім келмейді деген. Енді мен нақты былай талап деп айта алмаймын. Енді шынымды айтсам, ондай қатты былай ер адамдарға қоятын. Уақытымен жайлап не қыла береміз десеңші, икемге келтіре береміз. Дұрыс. Отбасыңыз біле ме, ата-анаңыз? Негізі жоқ. Ертең ата-анаңыз қарсы болып жобаға келе алмай қалмайсыз ба? Онда болмайды. Болмайды ғой, иә? Болды онда. Сол менің сұрақтарым бітті енді осы жерден. Қатысушылар тыңдаймыз ба? Жақсы, ал жігіттер, қыздар, бекзат. Қайырлы күн, қош келдіңіз. Шынымен де Нұржанның осы жердегі дебютіне жылаған кезі бар ғой. Ең алғаш жылаған кезіндегі аруға ұқсайды екен бұл кісі. Сол сары шашың Сабина қол жетпесін белесін деп айтып қалады бұл кісі. Не ғой, айтайын дегенім, Нұржан енді ауылдық жерде тұратын, білесіз ғой, Арыста, Шымкент қаласына қарай деген сияқты. Сол жаққа қарай енді ата-анамен тұруға қалай қарайсыз? Ауылдық жерде тұруға қалай қарайсыз деген сияқты. Жақсы, оған ешқандай қарсылығым жоқ. Жоқ, осы әңгімеге мен айта кетейінші. Негізі мен келінді қызмет жасау керек уақытылы. 6 ай болсын, 1 жыл болсын да, бірақ мен ата-анамен тұрмаймын негізі ше. Бірақ мен келген қыздардың бәрінен сұраймын, ата-анамен тұрасың ба? Мен ата-анамен тұрамын деп ше. Мен ата-анамен тұрмаймын деп айтатын қыздардан қатты қорқамын да просто. Одан кейін бірінші сұрап аламын, ата-анамен тұрасың ба деп. Тұрамын десе, уақытын бір жарты ай тұрармыз, одан кейін мен де қалаға келемін. Ата-анам қазір ағамның қолында, сол ағам өзі ары қарай өмір сүре береді сол кісілермен. Мен уже бөлек шығып кеткен адаммын. Бұл тексеріс па сонда? Енді тексеріс қой, тексеріс деп айтайықшы. Саида? Саламатсыз ба, ханым, саламатсыз ба, Сабина. Қош келдіңіз. Бұл жерде Нұржанмен Акыркенің көп әңгімесі болады. Сіз кішкене қызғаншақ қыз ба или жоқ? Қандайсыз? Қалай қарайсыз оған? Енді бұл жерде былай ғой, егер ары қарай барлығы жақсы болып, отношения болып жатқан жағдайда, онда болса кішкене мен қызғаныштығым бар. Бірақ енді эфир болғаннан кейін егер дос ретінде ондай артық әңгімелер болмаса, онда орынды. Дұрыс айтады. Негізі менде біраз айта кетейін. Сабина, мынандай ғой бізде бір ортада отқаннан кейін бәрібір әңгіме шығады да. Біз өзіміз ондайға бір әрекет жасап қадам басып атпасақ та, бұлар білмеймін қай жақтан тауып алады бұлар өздерінше. Сол үшін бұлардың сөздеріне қатты мән бере берме. Ең бастысы маған сен, болды, ары қарай өзім туралаймын. Сабина өзі айтып отыр, орынды әңгімелер болса, өткен қарым-қатынас жайлы онда тұрған ештеңе жоқ. Сабина, саламатсыз ба, қош келдіңіз. Енді балауса ханым, мен мына жақта Сабинаға сұрақ қойғым келіп отыр. Мына жақта енді бұрын сонда отношениясында негізі Нұржанды көбінесе өзгертуге тырысқандашы. Сіз болашақта Нұржанды қалай бар солай қабылдауға дайынсыз ба, бір нәрсесін өзгертпеуге деген сияқты? Адам өзгерту мен үшін керек емес. Қалай бар солай қабылдаймын. Және де соған дайын болғаннан кейін осы жаққа келіп отырмын. Балауса ханым, енді саламатсыз ба, қош келдіңіз. Сабина, иә? Сабина, қош келдіңіз. Енді жақсы танысып болады. Бірақ енді Нұржанның жаңағы пікіріне сәл бір наразы болып отырмын да, балауса ханым, өйткені жүдә бір андай бір бұлар деп бәріміз бұлардың пікіріне мән бермеңдер деп сен де біздің қатарымызда отырсың, сен де пікір айтасың. Ондай нәрсе білесің ғой, мына жерде түймедей нәрсені түйедей қылып жіберетін қыздар бар да, сөз егесін табады. Не үшін саған тиіп кетті ол? Жоқ, енді қарасай, нақты бір деттелген адам болу керек. Осы адам, осы қыздар или осы жігіттер мен қыздар солай айтып қалуы мүмкін. Сол адамдардың именно сөзін қатты елей бермей деген сияқты. Біз сен барлығына топырақ шашып қоя салғанда бұлар деп жүдә бір сені бір өйтіп жүре алмаймыз. Жүдә қатты акцент беріп жатсыз ғой сіз. Негізі өзі адамдар бар, сөз егесін табады. Жоқ, сөйтіп айтсаңыз бір жоқ енді. Мен кеше осы жақта тұрған кезде Ақерке бір нәрсе деп сөйлеп қалды ше Нұржанға. Нұржан білеміз ғой, сәл қиналып жүрген. Енді күшті болып киініп кетті кеше кәдімгі. Молодежь шашы алған, рейнбой кам кіріп, күшті болып кетті да Ақеркеге айтқам. Болды, сен балаға сөйлеме, жібер, үміткерің күтіп отыр. Яғни не істеме дедім, бүгін саған үміткері келді. Анау кеше айтқам еще, скоро Нұржан байып кететін сияқты, қатты байып кететін сияқты деп. Күшті мотивация беріп пікір айтып, осы жақта қыздар жігіттермен. Нұржан, тіл көзін тасқа күшті болып отырсың да. Бағана Нұржан ағамыз айтып отыр ғой, бұлардың сөзіне мән берме, бұндай әңгіменің ұшы шығады деп ше, уже дайындап қойып жатыр да қызды. И андай ғой, негізі екеуі бірге жүреді ғой. Адам көз алдынан кетпейінше ол көңілден де кетпейді да. Ол әңгіме шығады да. Нұржанда негізі мен ойлаймын Ақеркеге деген бір сезімі бар, себебі азанда да Ақерке алдынан былай өтеді, сонда көзі жәутеңдеп былай қарайды. Енді білмеймін, бірақ Нұржан ағаның бір үміткер күте алатынына мен сенімді емеспін. Мен дайынмын 100%. Негізі жеті жатқан нәрсеге қарайсың ғой. Негізі алдыңнан өтіп жатқаннан кейін қарадық та, онда тұрған ештеңе жоқ деп ойлаймын. Бір ортада болғаннан кейін былай өтеді ғой. Анау прикол, анау айтып қалдың ғой, типа негізі Ақеркеге ме айтып қалған еді осы. Сен негізі бір көргеннен ғашық болуға сенесің ба дейді да? Жоқ дейді. Или тағы да алдыңнан бір рет өтейін ба деп қояды да Нұржан. Соны түсінбей қалып жатырмық та. Андай бірден ғашық болғанға, андай адамды бірден көре салып ғашық болғанға сенесің ба? Или алдыңнан бір рет өтейін ба тағы деп қояды ше. Қазір ол әңгімелерді кейін деп айтамыз енді. Қазір мына жерде үміткер келіп, кімге келдім деп шошып. Балауса ханым, енді бір нәрсе айта салайыншы енді. Бағана да осылай Ақерке бүгін күшті қылып келіндерский бір көйлек киді да. И айнаға қарап тұрып айтады, Нұржанның анасы көрсе болды, Абылайдың папасы көрмесін, ғашық болып қалады дейді да. Енді білмеймін, бұл әңгіме де айтатын әңгіме емес негізі, бірақтан да бұл адам ойнап айтса да ойындағын айтады да.
әңгіменің түбірі қақта жатыр деймін да, мен төресі қақта жатыр. Сондықтан да Сабина, иә, өте керемет қыз екенсіз. Абай болыңыз деп айтқым келіп отыр. Олса ханым, осы жерде айтып кетсем болады ма? ойбой тіпті қыздар жігіттер не әңгіме болды Мен айтып кетсем болады ма? иә Сабина, қош келдіңіз, қайырлы күн баршаңызға. Сабина, мен жақтамын. Енді сізге айтайын деп жатқам, жаңа Нұржан жуып шайып жатыр. Алдын ала ше. Енді жігіт құрып қалғандай барып Нұржан сияқты қыз мінезді жігітке келгеніңізді айтамын да ше. Өкінішті болып тұр да. Енді өзіңіз әп-әдемі қыз екенсіз деген сияқты ғой. Біздің Нұржан негізі жаңа өзіне сенімсіз жігіттердің бірі. Өйткені ешқандай да жеткен жетістігі жоқ деген сияқты. Содан кейін бұл жігіт өмірде жетістікке жеткен немесе өзінің жұмысы бар, сондай қыз немесе әйел адамды іздеп жүрген жайы бар да. Енді күйеуден ажырасқан болсын, разница жоқ бұған. Сол үшін сіз сияқты өрімдей қыз, жас қызды сай көрмеймін да. Сондықтан да шамалы абай болыңыз деймін да. Өзіңізді жоғары бағалаңыз деген ғой. иә өзі сыйлап өтіп Сабинаның өзі бәлкім жауабы бар шығар енді бұл жерде былай айтқым келіп тұр, енді қаншама адам айтып жатыр ғой, негізі қандай осындай жағдайлар болып жатыр деген сияқты. Енді эфирдің ішінде осы кездесетін болып көрмегендіктен мен ол туралы нақты білмеймін, не болып жатыр, қалай болып жатыр. Тек қана біз енді телефоннан жаңалықтан көреміз ғой. Енді мен келген кезде бұл жаққа қаншама рет қарап көрдім, іздедім, ақпарат қарадым. Жайдан жай көзге түскеннен кейін келе салған жоқпын ғой. Енді бұл жерде айтқым келіп отыр. Бұл жерден айтқым келіп отырғаны ол болашақта көреміз. Өйткені мен бұл жаққа ең бірінші таныстық барысында отырғандықтан мен нақты айта алмаймын. Және де адамдарды иә мен өзгерткім келмейді, бірағында егер ертең барлығы жақсы болып жатса, адам өзі өзгереді. Сабина, қош аға кез сұрағыңыз ба осы жерде просто шолпанға айтып кеткім келеді. Негізінде сен біріншіден ер азаматтарды түсіру саған ешқандай абырой бермейді, қыз ретінде саған айтайын. Осыдан кейін шынымен де таңқалмашы саған үміткер келмесе, және де Нұржанға айтатын мүмкін енді менде бір қалай айтсам право демеймін, бірақ енді ер азаматым болғандықтан жұптықта мен айтқан шығармын олай. Білмеймін, сол сендердің алдында айтқан қате болып кеткен шығар. Және де осы жерде Нұржанға айтқым келетіні өте әдемі қыз, және де сенің мүмкін даже талғамындағы қыз деп ойлаймын. Шын жүректен бақыт қойыңыздаршы үй түреді, керуен көшеді, әңгіме айтылады. Ағайын мән бермей тыныш отыра бер болды. Сабина, байқағанша сіз қыз сияқты қыздардың жақсы келіп жатыр деп ойлаймын. Шолпан сөз берген жоқ сізге, Перизат. Балауса ханым, мен Шолпанды вообще түсінбеймін да. Өзінің прямой эфирінде келіп, қосылаяқта отырған барлық ер азаматтар неудачники, нормальный ер азамат қосылаяқта отырады деп айтты. Маған скриншот қылып жөнелткен да. Шолпан, шаршаватың, сен дағы біздің қатарымызда отырасың ғой. Қыздарды да жүресің, балдарды да жүресің. Осындай тек қана негатив шығады. Из-за того, что сен негатив болған кезде саған ешкім де келбейді. Мұрын отношенияңда барлығы ата-енесі қарсы болды, потому что они знали, какая это. Ошон үчүн ты, возможно, всю жизнь останешься одна. демалып сөйлеу образынан шығып кеттің, образың андай жақсы қыздың образы еді ғой, образынан шығып кеттің. Одан кейін жерде Ақеркеге айтқым келеді. Шолпан, сұрақ айтылды ма осындай сөздер қатысушылар туралы? Жоқ, мен барлығын айтқан жоқпын, просто мен Нұржан мен опростарында өзінің интервьюында барлық жерде мені түсірген екен да. Сол үшін мен Нұржанға қатысты айтқаным Енді бар. ол мен айта кетейін Шолпан. Маған сұрақ қойды негізі. Маған сұрақ қойды, мен әлі сөйлеп біткен жоқпын. Сосын Ақеркеге айтатын да жігіттерді түсірме демей қойшы. Нұржанды осы жерде барлығын көзінше түсіріп тоқтатқан өзің болатынсың. И ол нәрсені маған айтпайтын сен шығарсың енді, пожалуйста. Рахмет. Енді бұл кісі маған қарсы айтатыны енді ренжіп қалған ғой бұл кісі. Андай Хабелмен ана сыр сұхбат деген бағдарлама бар ғой бізде Instagram желісінде. Сода сұрақ қойды, жобадан кімнің қолыңда болса кімді шығарып жібердің деп. Маған ұнамайды, Шолпан шығарып жібердім дедім. Енді не істеймін енді? Жасырып отпаймын ғой деп. Шолпан шығарғым келмей Шолпан деп айттым. Соған ренжіп қалыпты бұл. Өйткені енді сен шындығыңды айтып қоя беретін болғаннан кейін ұнамай жүрген шығар. Бірақ сенің өкінішіңе орай, тұла бойың ұнамайды маған. сенің өкінішіңе орай мен осы жерден кетпеймін, көзіңе күйік болып отырамын. Сен ары қарай да сені шындығыңды айта беремін. И саған ұнауға міндетті емеспін, ұнамағаныма қуанамын. Мен саған ұнауға міндетті. Айнаға қарап емес қой, дұрыс қой. Мен Нұржан, мен қолдаса сен шығарып жібердім. жеткілікті. Вообще кіргізбей кеткен. Мен екілерде де кіргізбей кеткен. просто айта кетейінші, енді Нұржан қалжыңбас қой, енді қалжыңдап айтқаны бар. Осы жерде әлемде екі қыз қалса, Шолпан мен Айжан қалса кім таңдар едің десе, жападан жалғыз қалар едім деп прикол салып жатыр да. Мен оны личностьқа ешқандай алған жоқпын, ол вообще прикол әзіл ретінде қабылдадым, нормально. Сабина негізі өте сұлу екенсіз, қош келдіңіз. Сабина десе Сабина екенсіз, жасыңызға сай, өте күшті. Мына жерде айта кететін болсам, мен Нұржанмен жақсы жұп шығар, бірақ мына жерде отырған жігіттерден қорқып отырмын да. Мен қазір шығып алып машинаға салып алып кете ме екен деген ойда отырмын ше. Қазір бәрінің көзі түсіп отыр, мына жерде алдымда отыр, артымда отыр ше. Ал керек болса артта отырған жігіттер. Қайта сөз сұрап Абай бол, Нұржан, Сабина. Базан, қайырлы күн, қош келдіңіз. Сабина, қош келдіңіз. Өте әдемі күшті қыз екенсіз. Негізі таңдауыңыз өте орынды. Негізі жігіттердің серісіне келдіңіз. Нағыз ер азаматқа келдіңіз. әйтеуір сыртқа шығып басқа әңгіме айтып жүрмеңіз. Жоқ, басқа Бекзатты, Нұржанның, олардың нелерін мен ондайым жоқ, олар достарым мен. Кім санаулы адамдар ма? сол жакет соны реттеп алайық, нағыз қалай болады ол Бекзат пен Нұржан дегенге қарағанда сол. Ондай мен жалпы табиғатында ондай дүние жоқ негізі қыз баласына нетіп дейші. Әркім өз жолымен деген өзіміз үміткер. естіп жатыр ғой, көріп жатыр ғой. Аяқ астынан алып кетіп жатыр дейді осы жол-жөнекей. іліп кетіп жатыр екенсіз ғой, қарамай жатыр екенсіз ғой ешнәрсе. Білмеймін енді, бірақ бір кездері Нұржанға да қарамап еді ғой осы. Міне балауса ханым, иә? Соған қарағанда бұл әңгіме де уақытша сияқты. Енді негізі таныстық қызық болайын деп тұрған сияқты. Менің ойымша шымылдық ашылғаннан кейін Нұржанның эмоциясы қандай болады, реакциясы қандай болады, барлығын білеміз жарнамадан кейін. Шымылдық ашылды, Нұржан. Әсеріңіз не алып жатсыз? Күшті әдемі. Зор екен. Сұлу қыз, иә?